Дәде Қожа туралы бірер шумақ. Дәде Қожа ел сыйлысы, үйінде адам көп жиылысып, ем-дом алып жата тұғын, үйленгендер неке қиылысып, ажырасқанды қоса тұғын, қонақты жайлы тоса тұғын. Маржан жеңгем қабағын шытпай, еттіде молғып аса тұғын. Елмен елді достастырып, малмен малды қостастырып, жүретұғын мінезі бар, жиын тойда топтастырып. Қожа деп оны ел сыйлады, есігіне ат байлады. Ата-баба әруағымен барлығында өзі жайлады. Жақсы адамның жақсылығын айту керек, өнеге қып, көрген-білген естігендер көкейге түйіп болсын деп сеп. Үштоғайда таниды бәрі, жетірудің қожасы ол түп. Арғы атадан тарағамыз, арыстан әбжел садыр ішқыш. Менің бабам Қосым Қожа, 4 ұлына болды ғой бас көз. Bir ауылда тұрдық қой біздер, реті келді айтатын қып сөз.